Сәлем. Керекті заттар: помидор, тұз, фарш және картошка, сәбіз, пияз. Бәрін турап дайындап аламыз. Және де дақылымызды дайындаймыз. Сорпаға құятын суымызды дайындап қоямыз, Міне жалпы суретке түсіріп алып көрсеттім, не керек екенін. Осыларды дайындап аласыздар. Содан кейін барып ыстық сорпа дайындауға кірісеміз. Алдымен газға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Майымызды құямыз. Содан фаршымызды салып қуырамыз. Қуырып болғаннан соң картошка, пияз, сәбізімізді салып қуырамыз. Көп қуырмаймыз. Содан кейін қатқан помидорымызды салып жібереміз. Морозилкада қатырылған, Тұз саламыз. Кішкене қуырып жібереміз жақсылап. Оға дейін қуырып болғаннан кейін суымызды құямыз. Оға дейін крышкасын жауып қайнатамыз. Дәнді дақылымызды жуып дайындап қоямыз. Осылай жақсылап тұрып қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін дәнді дақылымызды салып пісіреміз. Иісі өте керемет шықты, дәмді шықты. Суық ауа райында осылай сорпа ішкендеріңіз жөн. Іске сәт. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Іске сәт.